Әйел адам қанша баланы өмірге әкеле алады? 10, ары кетсе 20 дерсіз. Жоқ, бұл шегі емес. 41 жаста 44 бала туған дегенге сенесіз бе? 41 жасар Мариам Набатанзи жұртқа Мама Уганда атымен танылған. Өмірдегі ең ұрпағы көп ана деп танылды. Жалпы алғанда ол 44 баланы өмірге әкелген. Қазіргі кезде 4 баланы бағудың өзі оңай емес. Бірақ Мариам 44 баласын бірдей тәрбиелеп, бірде-бір баласын аналық махаббаттан құр қалдырмаған. Мариам және оның балалары ауылдық жердегі 4 бөлмелі үйде тұрады. Ол Уганданың астанасы Кампаладан 50 километр қашықтықта орналасқан. Видеоны бастамас бұрын қазақ тілді контенттің дамуына дәл сіздің тіркелгеніңіз үлкен үлес қосып, бізді шабыттандырады. Мама Уганданың оқиғасына тоқталайық. Мариамның туылғанына 3 күн болған кезде анасы тастап кеткен. Содан соң оның әкесі екінші рет үйленген. Бірақ өгей шешелері Мариамды және оның 5 бауырын жек көретін еді. Бір күні әкесі сыртта жүргенде, өгей анасы тамақтарына майдаланған шыны қосып, Мариамның барлық бауырларын өлтіріп тастаған. Бұл жағдайдан тек Мариам аман қалған еді. Мариамның жасы 12-де болған кезде әкесі оны үлкен ер адамға сатып жіберген. Уганда елінде мұндай жағдай дәстүрге айналып кеткен. Кедейлік ата-аналарды осындай сұмдық іс-әрекет жасауға итермелейді. Тіпті қыздарды әйелдікке сататын арнайы базарлар да болған. Ол жерде ата-аналар өз қыздарын малша саудалайтын еді. Сөйтіп, 40 жастағы еркек осы 44 балаларының әкесі болды. Мариам ең бірінші баласын 13 жасында босанған. Ол үшем болған, яғни 2 ұл және 1 қыз. Үшемнен кейін егіз, сосын 4 егіз босанды. Жалпы алғанда 15 рет босанған, яғни 4 рет егіз, 5 рет үшем және 5 рет 4 егіз бала босанған. Тек соңғы босанғанда бір ғана бала дүниеге келген еді. Бірақ өкінішке орай оның 6 баласы көз жұмған. Бір күні Мариамның әпкесі оған көмектесемін деп, оның 2 баласына қарап беремін деген. Алайда бірнеше уақыт өткен соң хабарласып, балалары өлгенін айтқан. Мариам ол кезде кедей болды және оны сотқа бере алмаған. Қалған балалары жүрек ауруынан және маляриядан қайтыс болған. Ол әпкесі Мариамның әкесінің басқа елінен туған қызы еді, ал өзінің туған бауырларының барлығы өгей анасының қолынан қайтыс болған. Мариамның айтуы бойынша күйеуі екеуінің арасында ешқашан махаббат болмаған. Ол әрдайым үйдегі үлкен көлемдегі зорлық-зомбылыққа ұшыраған. Бірақ ол бұл қиындыққа қарамастан бұл некенің күйреуіне жол бермей, менде бақытты балалық шақ болмаса да, балаларымда бақытты ғұмыр болу керек деп санаған. Мариамның күйеуінің 5 әйелі болған. Мариам 5-шісі еді. Олар көп ұрсатын және Мариам қашып кетуге тырысқан. Бірақ әкесі Мариамға күйеуіне қайту керектігін айтып, өтініп отыратын. Себебі қалың малды қайтаруға ақшасы болмаған. Ең қиыны, анасын алмастырған, өз қызындай тәрбиелеген өгей анасы Мариамның күйеуімен жүріп, оған бала туып берген. Мариамның сөзі бойынша, күйеуі үйге басқа әйелдерді әкеліп, сонымен қоса, олар үшін кір жуып, тамақ дайындап беруге Мариамды мәжбүрлейтін. Соңында күйеуі Мариам мен балалары тұрған үйді сатып, ақшасын өзіне алып, Мариам мен балаларын далаға тастап қашып кеткен. Ол кезде Мариамның жасы 37-де болған және ол соңғы балаға аяғы ауыр болған еді. Балаларымен бірге әкесінің анасы, яғни әжесінің үйіне барған. Әжесі оны құшақ жая қарсы алып, қиын сәтте қол ұшын созған жалғыз адам еді. Мариам қатты шаршаған кезде балаларды тастап кету туралы ойлар ойлаған. Бірақ ол балаларын қимай және балаларды өзінен басқа
ешкім керек етпейтінін түсініп, ары қарай жұмыс жасайтын. Оларға тамақ жетпейтін күндері де болған. Балалары жан-жақтан жылап жатқан кезде ол әрдайым Алладан өлім сұрағанын айтады. Олар қазіргі үйіне жету үшін 50 километр жаяу жол жүрген. Мариямның үйі кішкене ғана, және ол жатақханаға ұқсайды. Мысалы, бір кішкентай бөлмеде 15 адам жатады, яғни бір төсектің үстінде 2-3 баладан ұйықтайды. Ойын ойнайтын жер мүлдем жоқ. Баланың өз төсегі жоқ. Мариям өзінің өміріне анасын кінәлайды. Оның айтуынша, анасы тастап кетпесе, Мариямның өмірі мүлдем басқа болар еді. Ол анасының суретін әрдайым жанында алып жүрген екен, және бір күні бір ер адам суретті көріп, бұл әйелді танитындығын айтып, Мариямды сол әйелмен жолықтыра алатындығын айтқан. Бірақ қызы анасына келгенде, анасы оны танымай, мама деп айтпауын өтінген. Себебі анасының жаңа күйеуі ол бұрын тұрмыста болғанын және оған қоса балалары бар екендігін білмеу керек екен. Мариямның үйінде қызықтыратын техникадан теледидар ғана бар, ал тоңазытқыштың ішінде ештеңе жоқ. Дивандары мүлдем тозып кеткен. Бұл балалар бауырлар, бірақ олар көбіне достарға ұқсайды. Олардың жас ерекшеліктері өте жақын. Ең үлкен баласының жасы 25-те, ал ең кішкентайы 5 жаста. Мариямның жасы 18-де болғанда, оның 18 баласы болған еді. Сол кезде ол ауруханаға барып, келесі бала көтеруін болдырмауға тырысқан. Бірақ оның жұмыртқа жасушасы көп болғандықтан, дәрігерлер ештеңе істей алмайтындығын айтқан. Дәрігерлердің жалғыз берген кеңесі көбірек бала туу арқылы жұмыртқа жасушасын азайтуға болады деген. Себебі болашақта ол әртүрлі ауруларға және одан да қиындықтарға алып келуі мүмкін еді. Мариямда гиперовуляция генінде бар екен. Яғни бір емес, бірнеше жұмыртқа жасушасы шығады. Соның нәтижесінде ол егіз, үшем немесе 4 егіз тууға қабілетті болып келеді. Бір дәрігердің кесірінен ол ары қарай тууды жалғастырды. Тумаған жағдайда өлімге әкеледі деп, оны қорқытып қойған еді. Жоқ, негізі олай емес. Мариям балаларының атын қалай ойлап тапқаны бәрімізге қызық шығар. Кейбір есімдерді ол Голливуд актерларынан, яғни Нигерияның киноиндустриясындағы актерлардан алған болса, қалғанын теледидардан көретін шоулардан алған екен. Мысалы, Озза есімді баласы бар екен. Озза, ол нигериялық киноактер. Ол түскен кинода оны үйге қамап қоятын. Мариямның айтуы бойынша, оны кішкентай кезінде дәретханаға қамап қойып, иттермен бірге тамақтандыратын және ағашқа байлап ұратын болған. Мариям көп балаларының есімдерін ұқсас қойған. Мысалы, кіші Васфа және үлкен Васфа. Кіші Шамира, үлкен Шамира. Бұл есімдердің барлығын өзі көретін сериалдардан қойған. Оның балалары өте көп. Бірақ анасы болғандықтан ол барлығының есімін жатқа біледі және бір-бірінен оңай ажырата алады. Тіпті балаларының кейбіреуі жоқ болса, лезде байқап қоятындығын айтады. Мариямның жарты балаларының діні христиан, ал жарты балалары мұсылман. Себебі олардың әкесі христиан болған, ал өзі мұсылман. Сондықтан әр баласы қай дінді ұстанатындығын өзі шешкен. Мариямның ең үлкен балалары өзіне жақын жердегі үйлерде өз жұбайларымен бірге тұрады. Мариямның қазір немерелері де бар. Үйленген балаларының үйі Мариямның үйінің жанында орналасқан. Бір бөлмеде дәрі шығаратын өзінің орны бар екен. Мариям балаларын өсіру үшін кез келген жұмысты істейді. Оның ең басты арманы барлық баласы білім алса дейді. Мариям сол үшін металл өткізеді, киім тігеді, елдің шаштарын қияды, кейде өсімдіктерден дәрілер жасайды. Бұл дәрілер
бедеуліктен құтқаратындығын айтады. Мариям мұсылман болғанымен алкогольді сусындарды да жасап сататындығын айтты. Мариям барлық балаларын бірдей жақсы көретіндігін айтты. Өзінің білімі жоқ болса да, балалары доктор, адвокат бола алатын мүмкіндік туғызғысы келеді. Қыздарының арасындағы біреуі медбике екен, бірақ өкінішке орай ол анасымен араласпайды екен. Оқуын бітірген соң Мулагодағы аурухананың біріне жұмысқа тұрып, бір жігітпен танысқан. Сосын ол жігіт қызын өзімен бірге Ресейге әкетіп қалған. Сол уақыттан бастап ол туралы ештеңе естімепті. Ал екінші баласы машина құрауды үйреніп жүрген. Бірақ ақшасының жетіспеушілігінен ол қазір қалада автомеханик болып жұмыс жасайды. Тағы бір баласы туризмді оқып жатыр. Бірақ ол ақшаның жетіспеушілігінің және ковидтің кесірінен университетін аяқтай алмай қалған екен. Ковидтің кезінде көп балалары жоспарламаған түрде аяғы ауыр болып қалған. Бір қызы 14 жасында босаныпты. Балалары үйде бос отырмас үшін қыздары шаш жасауды үйренеді екен. Ал балалары компьютерлерді үйреніп жатыр. Бір затты өзгертуге болатын болса, Мариям ерте жасында күйеуге шықпас едім дейді. Мектепке барып оқуымды бітіріп, сосын өзі таңдаған жігітке махаббатпен тұрмысқа шыққанымда ғой дейді. Бірақ ол балаларын сонда да босанатындығын және еш өкінбейтіндігін айтты. Себебі олар Мариямның өміріне бақыт алып келетіндігін айтады. Мариям әлі де жас. Сондықтан жақсы көретін адамын тапса, әлі күнге дейін күйеуге шыға аламын дейді. Ал бұл жер олардың асханасы. Ол жерде Мариям балаларына тамақ дайындайды. Орташа балалары кішкентай баласына қарайтын болса, үлкендері үйдің тірліктерімен айналысады. Мариямның барлық баласы тойуы үшін күніне 25 килограмм жүгері ұны кететіндігін айтады. Олар мүлдем балық пен ет жемейді екен, себебі олардың қаражаты жетпейді. Мариям бақытты адам. Өйткені ол үйіне көңіл күйі болмай келсе де, балаларымен әрдайым ойнап, әңгіме айтып, күліп, барлығын ұмытатындығын айтады. Мариямның отбасы оны қоян сияқты туатындықтан үйден қуып жіберген және одан теріс айналған. Бірақ балалары өсіп, қоғамда өз орындарын тапқан соң, олармен мақтана алатындығын айтты. Мариям қыздарына бірінші білім беріп, сосын күйеуге береді. Мариям өте мықты әйел. Қанша қиындық көргенімен, ол балаларын жалғыз өсіріп, жақсы тәрбие берген. Осындай тағдырына қарамастан, Мариям Набатанзи әлі де махаббатқа және мейірімділікке толы. Мариям үшін ең бастысы балалары білім алып жатыр, дендері сау және балаларының қарны тоқ. 2018 жылы Мариям туралы бүкіл әлем естіген кезде, адамдар бұл отбасының шотына $10,000 жинап берген екен. Қазіргі таңда ЮНИСЕФ-тің зерттеуі бойынша Угандада 5 миллионға жуық кәмелет жасқа толмаған тұрмыс құрған қыздар бар. Уганданың ауылды жерлерінде қыздарды малдарға айырбастайтын базар әлі күнге дейін бар. Бұл не деген сұмдық десеңізші? Егер де сізге бұл видео ұнаған болса, видеоға лайк басып, каналға тіркелуіңізді сұраймыз.